Мен мына қоржынды алмасам да кетейін, байға балап, нарға балап, нан Олжас саған берейін, жақсылап тұрып тойға жарат. Рахмет. Олжас, сен кімге бересің оны? Кімге бересің? Папасына береді. Мамасына береді. Мамасы папасына береді. Хотя бы үйге дейін ұстап барсын да, жеңше. Хотя бы үйге дейін ұстап барсын, мәз болып қалсын. Ақшаны болсын. Бидайдың баратын жер дермен ғой, негізі әйелдер стаса береке болады ше. Стасаң түк қалтаңда 50 теңге қанша жарата береміз ғой. Рахмет. Мына ыстының ұлысы айтады. Жаман келіннің екі пышағы болады. Бірі қолындағы, екінші тілінің пышағы. Қолындағы пышақпен нан тураса, тілінің пышағымен еркектің жаны турайды. Жек қояды да миынан еркектің миынше. Жақсы келіннің үш белгісі болады. Қонақ келсе жүзінде күлкісі болады. Сол қонаққа ас беретін ас үйінде осындай оқтау болады. Күйеу қаттырақ сөйлесе тілінде тоқтау болады. Мына келініңіз бағдәулетті малды, инабатты арлы, осы әулеттің келінің алды болсын деп аманат қылып ұсынайық. Келіннің оң қолына ұсынып қойыңыз, жатқызып беріңіз. Жатқызып көлдірің. Шапалақ ұрып қойыңыздар ағайындар. Оқтау тарт көрің, жақсылап тұрма. Тарт көзің шыдап тұрма. Ол жаста сүйіп қойсаңшы, біреудің баласы емес бұл. Ей, молодец. Сіз де сүйіп қойыңыз. Үшті қой жүр. Тұра, енді жақсылап шапалақ ұрып отырыңыздар. Әнің рағымырай. Апамыздың алқасы, қошеме тұрып отырайық. Әпкеміздің алғасы, осы тойдың болғаны, Олжас бауырымның арқасы. Қаттырақ ұрып отырайық, шапалақ шақшықпай. Ағайындар қайда екен, жұлдыз бекен, ай мекен, айналайын қайшылар, ей, шапалақтарың қайда екен. Жақсылап қол соғып қояйық. Рахмет. Аман болыңыздар. Той қыласын. Енді мына қазақ айтады, қонаққа бармаған қонағын жөндеп күте алмайды деген. Қонаққа барсаң күте біл дейді. Алланың барына, ақыреттің барына сенген адам келген қонағын дұрыстап күтсін деген. Осы екі кісіні қонақ жайлығы көңілдеріңіз шығып жатса, бір қол соғып қойсаңдар болады. Сіздерге рахмет. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Келіңіз өзіңізге тартсын. Жақсылап тәрбиелеп үйретесіз. Тап-таза қылып үйретесіз, Құдай қаласа. Ырымалды келін ғой, келіңіз. Ырымалды ма? Иә, кенжесі. Рахмет. Ең бастысы, әулетке ең бірінші түскен келін адамнан түссе керек. Одан кейін осындай келіндер жалғаса берсін. Ал құрметті қонақтар, қызарып атқан күн жақсы, күлімдеп батқан күн жақсы. Мен сіздермен қоштасам, көріскенше күн жақсы ағайындар. Бәрі сенің ырысың, бәрі сенің жұмысың. Халқым саған рахмет, менің де біт жұмысым. Баршаңыз биге асықпаңыздар үйге. Сіздермен бірге болған мен Дмитрий Нагиев деп қойсаң, биге шығыңыздар ағайындар, той аласын. Тарқамайым жас келін үйге алып кірейік. Билейміз жігіттер, қайтпаңыз, қоңыраттар сіздер құрметтеріңізге. Бұл ырза болсаңдар той аласын ағайындар.